Аллаху субханала тағала Құран кәрімде فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Сендерді бұл дүние алдамасын, және Алламен қарым-қатынастарыңда, Алламен мәмілелеріңде, яғни құлшылықтарыңда, Алламен байланыстарыңда алдаушы алдамасын деді. Алдаушы деп Алла тағала бұл жерде шайтанды айтып жатыр. Шайтанды алдаушы деп тұр. Шайтан адамға әртүрлі жолдармен кіріп, оны алдайды, сөйтіп ол мағрур, шариғат тілімен айтқанда мағрур адамға айналады. Мағрур дегеніміз керемет нәрсе істеп жатырмын, істеп жатқан ісім дұрыс деп ойлайды, бірақ негізінде қате жолда болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде, хадисті имам Тирмизи, Ибн Маджалар риуаят еткен, «Әл-кайсу ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут». Ақыл иесі өзіне есеп беріп, өлімнен кейінгіге дайындалған адам дейді. «Вал-ахмақу ман атба'a нафсаху хаваха». Ал ақмақ адам болса, көңіл қалауының, шахуатының артынан еріп, «Ва таманна алаллах», кейін Алладан үміт еткен адам дейді. Демек, бұл жерде Алла тағалаға қатысты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ақыл иесі бар деп жатыр. Ол өзіне есеп беріп, өлімнен кейінгіге, демек ақиретке дайындалған адам. Ал ақмақ адам көңіл қалауына ереді, және одан кейін Алла тағаладан үміт етеді. Имам Әл-Ғазали рахимахуллах ғурур дегенді, алдануды былай түсіндіреді. Хуа сукуну нафси иля ма юафиқул хава ва ямилу илайхи табаа ан шубхатин ва хидатин мин шайтан. Ғурур дегеніміз сіздің көңіліңіз жақсы көретін, сіздің көңіліңізге жағатын нәрсеге байланып қалуыңыз. Және байланып қалған кезде де ан шубхатин ва хидатин мин шайтан. Шайтаннан сіздің жүрегіңізге кірген шубханың себебімен, алдаудың себебімен сіз ол істі құлшылық, осы керемет нәрсе, немесе дұрыс құлшылық деп ойлауыңыз мүмкін, немесе дұрыс іс деп ойлауыңыз мүмкін. Солай сол нәрсеге сіз байланып қаласыз. Бірақ негізінде шайтан сізді алдаған болады. Сол үшін де дейді, ары қарай түсіндіріп айтады, فَمَنْ يَعْتَقَدَ أَنَّهُ عَلَى خَيْرٍ إِمَّا فِي الْعَاجِلِ أَوْ فِي الْآجِلِ. Кімде-кім өзін тура жолдамын деп ойласа, мен жақсылықтамын деп ойласа, ан шубхатин фасида фаху мағрур. Шубха жүрегіне кіргендіктен де солай ойлайтын болса, онда ол мағрур адам дейді. Ал қазіргі заманның адамдарына келетін болсақ дейді, көбісі өзінің ахуалын, өзінің жағдайын жақсы деп ойлайды. Ол нәрседе олар қателеседі. Ондай болса адамдардың көбісіне осы дерт кірген дейді. Енді алдану түрлері, алдану дәрежелері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ көбісінде осы ғурур деген дерт бар дейді. Енді ғурурдың түрлері және ғурурдың, алданудың деңгейлері бар. Имам Ғазали рахматулла айтады, ғурурдың, алданудың ең ауыр түрі бұл кәпірлердің, сосын күнәһар пасықтардың алдануы дейді. Ғурур, кәпірлердің алдануына келетін болсақ, Аллаху субханала тағала Құран кәрімде «Улайка аллазина иштарау аль-хаята ад-дуnya бил-ахира». Олар ақиреттерін сатып, бұл дүниені сатып алғандар. «Фала юхаффафу анхумул азабу ва ла хум юнсарун». Олардың азабы жеңілдетілмейді, және оларға ешқандай Алла тағаладан жәрдем болмайды дейді. Бірақ олар өздерін дұрыс жолдамыз, керемет жолдамыз деп ойлауы мүмкін. Кейде мынандай әңгіме де болып жатады. Сонда пәленше тартылыс күшін ойлап тапты, түгенше телефонды ойлап шығарды, пәленше тағы да бір адамзатқа керемет пайда істейтін нәрсені ойлап шығарды. Неужели сол тозақта болады? Сол кейбір адамдар сөйтіп ойлайды. Ол адамның өзі де солай ойлауы мүмкін. Мен бүкіл адамзатқа пайдамды тигіздім. Мысалы, бір жаман аурудың емін тапты делік. Бір Құдайға иман келтірмейтін адам.
енді кез келген емнің дерті бар ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, алла тағала қандай да бір дерт жіберсе, оның емін де жіберді дейді. Кез келген дерттің өлімнен басқа, кәріліктен басқа емі бар. Біз оны таба алмауымыз мүмкін, бірақ уақыт өте келе табылуы мүмкін. Енді сондай бір үлкен аурудың алдын алатын емді ойлап тапты. Бүкіл адамзатқа пайдасы тиіп жатыр. Сонда бүкіл адамзатқа пайдасы тиген адамнан ешкімге пайдасы жоқ, айдалада жүрген біреу Аллаға қымбат па, сонда Алла ананы жәннатқа кіргізеді да, мынаны тозаққа кіргізе ма деген сияқты осындай әңгімелерді көп адамдар айтып жатыр. Оны тіпті сол адамның өзі де айтуы мүмкін, немесе ішінде сондай ойы болуы мүмкін. Бұл шайтанның ол адамның жүрегіне кіргізген шубхасы. Неге? Өйткені жәннаттың кілті бір аурудың емі емес, жәннаттың кілті тағы да бір адамзатқа пайдасы тиетін бір техникалар емес. Жәннаттың кілті ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах. Аллаға иман келтіру, пайғамбарға иман келтіру. Сол жәннаттың кілті. Имам Ғазали рахмаулла айтып жатыр, бұл алданудың емі әл-иман. Алла тағалаға иман келтіру. Алла тағалаға иман келтірумен ол әлгі алданудан құтылады. Ал енді күнәһарлардың иман келтірген, бірақ күнәһар, намазы жоқ, оразасы жоқ, харамның барлығын істеп жүр, рызықты харамнан табады, кәсібі харам, ішкені харам, жегені харам, арағыңды ішеді, зинаңды жасайды, кісілердің ақысын жейді. Сондай мұсылмандар бар ғой. Мұсылман деген аты бар. Мұсылманмын, Құдайға сенемін дейді, жаман түс көрсе мешітке барады, үйінде Құран оқытса имам шақырады, поп шақырмайды. Әйтеуір сондай нәрселермен ерекшеленеді басқа дін өкілінен, бірақ іс әрекетінде ешқандай айырмашылығы жоқ. Имам Ғазали рахмаулла айтып жатыр, енді сондай күнәһар, пасық мұсылмандардың алдануы болса, олардың алдануы мына нәрсе дейді. Арасында сондайлар бар. Имам Ғазали рахмаулла айтады, инналлаха карим ва инна наржу афва. Алла тағала мейірімді, рахымды. Біз Алланың мейірімін, рахымын үміт етеміз. Ертең Алла тағала есепті менен алатын сен ба, немесе Алла тағала ма дейді. Кейбіреулер бар сөйтіп айтады. Алла тағала бізге анамыздан да мейірімді емес пе? Мейірімді. Енді анаң сен қанша күнәһар болсаң да, қанша қылмыс жасасаң да, кеудеңнен итере ме? Итермейді. Сені балам деп жақсы көреді. Ал Алла тағала одан да мейірімді болса, не үшін бізді күнәміз үшін тозаққа тығуы керек? Не үшін бізді күнәміз үшін жәннатқа кіргізбеуі керек? Алла тағала мейірімді, рахымды, Алла тағала кешіреді деп осылай алданады дейді. Имам Ғазали рахмаулла айтады, уаттикалухум аля залик. Олар осылай айтады және сол нәрсеге арқа сүйейді дейді. Ва ихмалухум ал-аъмал. Және амалға көңіл бөлмейді дейді. Алла тағала намаз оқы деді, ораза тұт деді, исламның 5 парызы бар, адалдан рызық тап деді, харам дүниелері бар, кісі ақысына кірме деді. Олар оның ешқайсысын істемейді, бірақ Алладан үмітіміз бар, Алла тағала кешіреді деп осылай жүреді. Және шайтан келіп сол ойларын, пікірлерін, яғни бұл алдануларын үміт ету деп олардың жүрегіне кіргізіп қойған. Енді үміт ету деген бұл дініміздегі Алла тағала бізден талап ететін дүниелердің бірі. Құранда Алла тағала не деді? Ла тайасу мин раухиллах. Алланың мейірімінен үміт үзбеңдер деді. Алланың мейірімінен тек қана кәпірлер үміт үзеді деді. Демек, мұсылман адам әрдайым уағыздарда айтылып жатады ғой. Бейнал хауфи ва ража. Қорқыныш пен үміттің арасында, үміт пен үрейдің арасында өмір сүру керек. Алла тағала бізден үмітті талап етіп жатыр ма? Я үмітті талап етіп жатыр. Енді шайтан келеді де мынаған, Алла тағала айтты ғой өзі. Ей күнәһарлар, Алланың мейірімінен күдер үзбеңдер деді. Үміттеніңдер деді. Сен үміттеніп жүрсің деді. Осылайша олардың алдануын Алладан үміт ету, ал үміт ету болса діндегі мақам махмуд дейді, яғни
мақтаулы орындар, мақтаулы деңгейлердің бірі. Алла тағаланың нығметі кең, мейірімі барлығын қамтиды. Алла тағала жомарт. Алланың мейірім теңізінің жанында пенделердің күнәсі не тұрады? Ал біз болсақ Алланы бір деп білеміз, Аллаға иман келтіреміз. Көптеген хадистерде ла иляха илlalloh Мұхаммад расулулла деген жазуды таразының бір шетіне қойған кезде бүкіл күнәларды басып кетті дейді. Тағы басқа бір хадистерде пендем, егер сен жердің көлемінде күнәмен келсең, бірақ маған серік қоспасаң, мен оның барлығын кешірем деп айтқан. Алла тағаланың мейірімі кең. Алла тағаланың мейірімінің жанында біздің күнәміз еш нәрсе тұрмайды. Сол үшін де біз Алла тағаладан кешірімді, мейірімді, тікелей жәннатқа кіріп кетуді үміт етеміз деген сияқты осындай ойда көзқараста болады дейді. Және имам Ғазали рахмаулла бұл жерде тағы бір нәрсені қосады. وَرُبَّمَا كَانَ مُسْتَنَدُ رَجَائِهِمْ التَّمَسُّكَ بِصَلَاحِ الْآبَاءِ وَعُلُوِّ رُتَبِهِمْ. Олардың әкесі молда болған болуы мүмкін, әкесі жақсы болған болуы мүмкін, кейбіреулер соған арқа сүйеуі мүмкін. Менің әкем имам болған, менің атам молда болған, жұртқа уағыз айтқан, керемет білімді болған. Естіп жатамыз осындай сөздерді. Өзі намаз оқымайды, ораза тұтпайды, діннің амалдарын ешқайсысын орындамайды, Құдайдың бұйрықтарын, талаптарын орындамайды, тыйымдарынан тыйылмайды. Сөйтеді да, менің әкем молда болған дейді. Намаз оқы десең, менің әкем андай болған, менің әкем мынандай болған деген сөзді айтады. Имам Ғазали рахмаулла айтады, ол бейшара дейді, Нух алейхиссаламның баласына әкесінің пайғамбар болуы да пайда бермеген білмейді дейді. Нух алейхиссалам не деді? Я бунайя иркам ма'ана ва ла такун ма'ал кафирин. О балам, бізбен бірге кемеге мін, кәпірлермен бірге болма деді. Кәпірлермен бірге болма. Негізі тәжвид ережесі бойынша мына жерде негізі я бунайя арабша сөзде я бунайя, о балам, ұлым, иркаб, мін, ма'ана, бізбен бірге. Ал оқыған кезде тәжвид идғаммен оқылады. Иркам ма'ана деп оқылады. Иркаб ма'ана деп оқылмайды. Негізі иркаб, мін, ма'ана, бізбен бірге. Демек, кемеге мін деп жатыр. Бірақ мына жерде идғам болып кетіп жатыр. Бә әрпі мимге кіріп кетіп жатыр. Тәжвид оқығандар біледі, негізінде бә мимге кірмейді. Бә мимге кірмейді идғам бойынша. Бірақ мына жерде кіріп жатыр. Ережеден тыс. Неге кіріп жатыр? Ғұламаларымыз айтады енді, бір сыры дейді, Аллаху алям, бұл жерде осы сөз арқылы Алла тағала Нух алейхиссаламның жағдайын білдіріп жатыр дейді. Яғни бізбен бірге болшы деп сондай бір үлкен үмітпен, жанашырлықпен айтып жатыр. Сол себепті Алла тағала мін деген сөздегі б әрпін мимге кіргізіп жатыр. Я бунайя иркам ма'ана болып, мим болып кетеді. Бірақ ол мінбеді. Не деді? Сәуи иля жабали ясимуни минал ма. Бір таудың шыңына шығып аламын, сонымен құтыламын деді. Су маған жетпейді деді. Бататын көрген кезде Нух алейхиссалам Алла тағалаға жалбарынып, иннабни мин ахли. О Алла тағала, сен маған отбасымды құтқарам деп едің. Отбасыңды құтқарамын деп едің, балам менің отбасымнан ғой деді. Алла тағала оған айтты, иннаху лейса мин ахлик, иннаху амалун ғайру салих. Ол сенің отбасың емес, сенің ұрпағың емес, өйткені ол ізгілерден емес деді. Иман келтірген жоқ деді. Осылайша Аллаху субхана ва тағала Нух алейхиссаламның көзінше баласын суға батырды, суға кетірді. Егер әкесінің ізгілігі, жақсылығы пайда беретін болса, Нух алейхиссалам баласына пайда береді. Немесе Нух алейхиссаламның, Лут алейхиссаламның әйелдері кәпір болды. Оларға күйеулердің пайғамбар болғаны ешқандай пайдасын тигізген жоқ. Және Абу Талиб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ағасы.
имансыз кетті. Пайғамбарымыздың пайғамбарлығы оған пайдасын тигізген жоқ. Сол үшін де имам Ғазали рахмаулла айтады, кімде кім өзінің әкесінің тақуалығымен құтыламын деп ойласа дейді, әкесінің дәрежесімен, әкесінің молдалығымен, әкесінің ізгілігімен құтыламын деп ойласа, ол әкем тамақ жесе мен сонымен тоямын, әкем ішсе мен сонымен менің шөлім қанады, әкем білім алса сонымен мен алым боламын деп ойлаған адам сияқты. Ал тақуалық болса фард айн дейді. Фард айн деген әрбір адамнан жеке талап етілетін нәрсе. Әрбір адамнан жеке талап етілетін нәрсе. Сол үшін де тақуалық деген нәрседе әкесінің тақуалығы баласының тақуалығының орнын баспайды. Баланың тақуалығы әкесінің тақуалығының орнын баспайды. Әркімнің тақуалығы өзіне. Күнәсі де тура сондай. Күнәсі де тура сондай. Енді имам Ғазали рахмалла айтады бұл жерде. Егер сен не проблема бар? Бәріміз де Алланың мейірімін, рахымын үміт етеміз ғой. Ешкім амалына сүйініп жатқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой хадисінде, ешкімді амалы жәннатқа кіргізбейді деп. Сені ше я Расулалла деген кезде, мені де амалым жәннатқа кіргізбейді деп. Тек қана Алланың мейірімімен, рахымымен жәннатқа кіресіңдер деді. Онда не проблема бар күнәһарлардың сөзінде? Олар да амалға сүйеніп жатқан жоқ. Енді біз де амалға сүйеніп жатқан жоқпыз. Ешкім амалға сүйеніп жатқан жоқ. Егер кімде-кім мені намазым, оразам, қажылығым, садақам жәннатқа кіргізеді десе, қателеседі. Онда не проблема бар олардың сөзінде? Қай жері қате? Бәріміз Алланың мейірімін, рахымын үміт етеміз. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаладан риуаят етеді. Хадис құдсиде, ана инда занни абди би. Мен пендем мен жайында қандай пікірде болса, сондаймын деп айтады. Егер пендем мені кешірімді, ғафур рахим, мейірімді, рахымды, күнәларды кешіруші деп таныса, мен оның күнәларын кешіремін. Егер күнәларын кешірмейді деп үмітсіздікке түссе, мен оның күнәларын кешірмеймін дейді. Онда не проблема бар деп біреу сұрақ қоюы мүмкін. Имам Ғазали рахмалла айтады, ондай болса сен мына нәрсені біл дейді. Бірінші білу керек болған нәрсе, шайтан сізді келіп алдаған кезде ешқашан бірден қате екендігі көрінетін, бірден сіз кері қайтарып тастайтын бір пәтуамен, пікірмен, оймен, шубхамен келмейді. Қандай сөзбен келеді дейді? Ла яғуил инсана илля би каламин мақбули захир мардудил батин. Сыртқы көрінісі әдемі, іші бұзылған, іші дұрыс емес сөзбен алдайды дейді. Егер оның сыртқы көрінісі әдемі болмағанда, адамдар алданбас еді дейді. Сол үшін де шайтан да өте қу. Ол сізге сол дұрыс емес пікірді аятпен қаптап, хадиспен қаптап, сөйтіп алып келеді. Көптеген фирқалар, адасқан ағымдар қарап отыратын болсақ, Құран хадистен ұзақтағаннан, Құран хадис тастағаннан адасқан жоқ. Құранды мойындамай қойғаннан, хадисті мойындамай қойғаннан адасқан жоқ. Құран хадисті дұрыс түсінбегендіктен адасты. Дұрыс түсінбегендіктен адасты. Бұл жерде де тура сондай. Шайтан бір жаман пікірді сіздің басыңызға кіргізгісі келеді. Бірақ оны немен қаптайды? Әдемі қылып, Құран аятымен, хадиспен, дінімізде дұрыс болған бір пікірмен қаптайды да, сөйтіп алып келіп сізге береді. Сөйтіп сіз алданып оны қабылдайсыз, жүрегіңізге кіргізесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Бағана біз оқыған хадисте, Әл-кайису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут. Ақылды адам өзіне есеп беріп, өлімнен кейінгіге, ақиретке дайындық жасаған адам, дайындық көрген адам деді. Ол ахмақ адам болса, ман атба'a нафсаху хаваха, өзінің көңіл қалауына еріп, сосын отаманна алаллах, Алладан жақсылықты үміт еткен адам деді.
Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде бұны үміт деп жатқан жоқ. Енді біз енді үміт деп аударып жатырмыз. Негізінде бұны шариғаттың тілінде ат-таманни алаллах дейді. Ат-таманни алаллах. Біз оны жалған үміт деп аударамыз. Жалған үміт деп аударамыз. Бірақ шариғаттың тілінде ол үміт емес. Өйткені үміт деген ол дұрыс нәрсе. Ол мынандай бір нәрсе сияқты. Мысалы, біреулер айтады, адам кейбіреулер ақылына сүйеніп адасады. Мысалы, кейбіреулерді қарасаңыз, мына біздің сәләфи бауырларымыз айтады, ашари матуридилер ақылға басымдылық беріп адасады. Бұл сөз негізі сондай бір өте таяз ойлайтын, білімі жоқ адамның сөзі. Неге? Өйткені Алла тағала адамға ақылды берді. Адам ешқашан ақылмен адаспайды. Өйткені ақылын дұрыс істететін болса, ақылдың өзі қай жерде ақыл жүрмейтіндігін белгілеп береді. Мысалы, мынау ғайбият мәселесі. Ол жерде менің достығым жоқ, мына жерде мынандай былай болу керек деген сияқты. Сол үшін де адам ешқашан ақылмен адаспайды. Ақылын дұрыс пайдалана білмеген кезде адасады. Мына жерде де тура сондай. Үміт деп біз атап жатырмыз, оны жалған үміт деп, бірақ шариғаттың тілінде ол оны әмәни дейді Құранда. Мысалы, уатилка әмәниюхум. Алла тағала яһудилер жайында. Яһудилер не деді? Алла тағала бізді жақсы көреді, бізді азаптамайды, бізді тозаққа түсірмейді деді. Құранда Алла тағала не деді? Уатилка әмәниюхум. Бұл олардың бір сандырақ ойлары ғана, жалған пікірлері, ол дұрыс емес деді. Мына жерде де тура сондай. Имам Ғазали рахмаһуллах айтады: "Ва хаза хуа ат-таманни ала Аллах гайра шайтану исмаху фасаммаху раджаа хатта худиа бихи ал-джухал." Хатта хадаа бихи ал-джухал. Шайтан енді сол таманни деген нәрсені алып келіп, оның атын өзгертіп, не істеді деді? Оны үміт деп айтты деді. Сен Алладан үміт етіп жатырсың. Ал үміт деген дініміз бұйырған нәрсе. Сол үшін де сен Құдайдан күдер үзуіңе болмайды. Күдер үзсең діннен шығып кетесің. Алла тағала күдер үзбе деген, үмітсіз болма деген. Алла кешіреді ғой. Алладан үміт ет, болды дейді. Шайтан келіп адамды осылай алдайды. Ал шынайы үміт қалай болады? Алла тағала ол жайында айтады: "Инналлазина аману валлазина хаджару важахаду фи сабилиллах улайка ярджуна рахматаллах." Шынында иман келтіріп, кейін пайғамбарымызбен бірге хижрат еткендер деді, дінге амал еткендер. Важахаду фи сабилиллах, Алла жолында күрескендер, міне солар Алланың мейірімін үміт ететіндер деді. Валлаху ғафур рахим. Алла мейірімді, кешірімді деп жатыр. Бұл жерде демек, сен Алла тағаланың бұйрығын орындайсың, сонымен бірге үміт етесің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп жатыр? Ақымақ адам амал етпейді, бірақ Құдай кешіреді деп үміт ететін адам дейді. Яғни ар-ража бихим ал-яқ. Демек, үміт етуге солар лайықтырақ дейді. Имам Хасан ал-Басри рахмаһуллахқа айтылған: бір адамдар бар, амал етпейді, Құдайдың бұйрықтарын орындамайды, бірақ біз Алладан үміт етеміз, Алла кешіреді деп үміт етеміз деп айтады дейді. Сонда имам Ал-Хасан ал-Басри рахмаһуллах айтқан: хайхата хайхат. Хайхата хайхат деген бұл ұзақ болды деген мағынаны білдіретін сөз. Тилка аманихум ятараджауна биха. Бұл олардың жай ғана жалған үміттері ғой. Ман ража шайъан талаба. Кім шынайы бір нәрсеге үміттенсе, оны талап етеді. Ва ман хафа шайъан хараба мин. Кім бір нәрседен қорықса, одан қашады. Демек, үміт етумен қорқу осылай болады. Сен тозақтан қорқасың, тозақтан қашасың. Жәннатты үміт етесің, жәннатты талап етесің, жәннат үшін әрекет етесің. Алла тағала амалға бұйырды ма, амалдарды орындайсың. Имам Ғазали рахмаһуллах амал етпей жәннатты үміт еткен адамдар жайында, олар үйленбей, отбасын құрмай, балалы болуды армандаған адам сияқты дейді. Фахуа маату, ол ақымақ адам дейді. Тура сол сияқты кімде-кім Алла тағаланың мейірімін үміт етсе, бірақ амал етпесе, күнәларды тастамаса,
онда ол шайтанның алдауында жүрген адам дейді. Ондай болса, қай жерде үміт болу керек? Үміттің орны қай жерде дінімізде? Имам Ғазали рахмаулла айтады, үміт екі жағдайда болу керек дейді. Үміт екі жағдайда болу керек. Біріншісі, фи хаққил асил мунхамик иза хатарат лаху тауба. Күнәһар адам тәубе еткісі келсе дейді. Күнәһар адам тәубе еткісі келген кезде, сол жерде үміт етсе, Алла тағала күнәмді кешіреді деп, оның үміті дұрыс. Шайтан келіп оған айтуы мүмкін ғой. Сенің күнәларың ауыр. Сен қанша адамның қанын төккенсің, қанша адамның көз жасына қалғансың. Сен сондай ауыр қылмыстарды істегенсің. Құдай сенің күнәңді кешіреді деп ойлайсың ба? Құдай күнәңді кешірмейді дейді. 99 адам өлтірген кісі. Бір намаз оразасы көп, бірақ білімі жоқ адамға барып сұрады ғой. Құдай менің күнәмді кешіре ме деп еді. Санап қараса 99. Сен 99 адам өлтіріпсің. Сұмдық көп қой 99 деген. Бір 10 адам өлтірсе, 15 адам өлтірсе не дейді? Оны серийный убийца дейді. Мына жерде мына 99 адам өлтірген. Даже бағана соғысқа қатысқан, соғыс көргендердің өзі 99 адам өлтірмеген болуы мүмкін. Дұрыс па? 99 адам өлтірмеген болуы мүмкін. Әсіресе окоптан шықпай жатып аман келген болса, мысалы, бір адамды өлтірмеген болуы мүмкін. Әлгі бір қариядан сұрап жатыр дейді ғой. Сіз қалай соғысқа барып, сондай батырлықпен қатысып, сөйтіп соғыстан аман есен келдіңіз десе, ол жырқылдай бермей, бағанағы тәлпіштене бермей, оңтүстіктің тілімен айтқанда, окопта тыныш жату керек, сол кезде аман есен келесің деп айтады дейді ғой. Сол сияқты, мысалы, мүлдем адам өлтірмеген. Ал мұны 99 адам өлтірген. Құдай сенің күнәңді кешірмейді. Бірақ кейін білімді, дұрыс адамға кезіккен кезде ол айтты, Алла тағала тәубе етсең, кез келген күнәңді кешіреді, Алла тағала кешірмейтін күнә жоқ деді. Тек қана кісі ақысы болатын болса, кісі ақысын сол ақының иесі кешірмейінше Алла тағала кешірмейді, одан басқа күнәларды Алла тағала кешіреді. Егер күнәһар адам тәубе еткісі келсе, сол кезде шайтан оған келіп, сенің күнәларың көп, Алла тағала кешірмейді десе, және сол арқылы оны үмітсіздікке түсірмекші болса дейді. Үмітсіздікке түсіп қалады ғой. Мен күнәларым көп, Алла тағала кешірмейді. Кейбіреулер бар, мысалы, жүр мешітке десең, мешітке баруға бет жоқ дейді. Соны жетіп айтатындар, мешітке баруға бет жоқ. Неге десе, кеше ат душы ішіп едім деп, мысалы. Керісінше, сондай күнә істеп қойған адам мешітке қарай жүгіру керек, мешітке асығу керек. Кейбіреулер хадистерде қате оқып алады да, 40 күн намаз қабыл болмайды десе, демек мен 40 күн қанша оқысам да намазым қабыл болмайды, онда 40 күн оқымайын дейді. Жоқ, сен тәубе ет, артынша тәубе ет. Мысалы, бүгін таңертең ішіп қойдың ба, кешке тәубе ет, Алла тағала сенің күнәңді кешіреді. Күнәңді кешіреді. Кейбір ғұламалардың көзқарасы бойынша сол күнәңнің өзін сауапты іске айналдырып жібереді. Ана Құранда фаулайка юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат деп келеді ғой. Алла тағала олардың күнәларын сауапқа айналдырады дейді. Алла тағала тіпті сол күнәңнің өзін сауапқа айналдырады, егер шынайы тәубе етсең. Сондай кезде шайтан келеді да, сен қалай, сенде бет бар ма, мешітке қалай барасың дейді. Сонымен ол айтады, менде бет жоқ дейді. Жоқ, керісінше күнә істеп қойдың ба, мешітке асық, Құдайдан кешірім сұра, Алла тағала кешіреді. Сонда осындай кезде адамның үміті күшею керек дейді. Инналлах яғфиру зунуба жамиа. Алла тағала Құран кәрімде Алла күнәлардың барлығын кешіреді. Алла тағала күнәлардың барлығын кешіреді. Алла мейірімді, рахымды. Алла тәубе етсе, пендесінің тәубесін қабыл етеді. Ал тәубе оның өзі құлшылық. Алдыңғы күнәлардың барлығын кешіреді. Алла тағала Құран кәрімде Я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматиллах. Күнәда шектен шыққан пенделерім дейді. Күнәда шектен шыққан. Исрафқа жол бергендер дейді. Исраф деген білесіздер ғой, шектен шығу кез келген нәрседе. Асрафу аля анфусихим дейді бұл жерде. Күнә істеуде, өздеріне зұлым жасауда ысырапқа жол бергендер дейді. Демек, күнәсі шексіз, күнәсі көп адамдар. Ла тақнату мин рахматиллах. Алланың мейірімінен күдер үзбеңдер деп жатыр. Және бұл жерде Алла тағала, ей күнәһар құлдарым деп жатыр.
құлдарым деп Алла тағала оларды сендер менің құлдарымсыңдар деп жатыр. Инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Алла тағала күнәлардың барлығын кешіреді. Иннаху хуал ғафур рахим. Шын мәнінде Алла тағала және бұл жерде қарап тұратын болсаңыз, инна деген араб тілінде бір нәрсені қуаттау үшін келеді. Иннаху, ху деп тағы да Алла тағала екі рет қуаттап тұр. Шын мәнінде ол және ол тікелей аударатын болсақ екі рет келіп тұр. Ол деген иннаху деген шын мәнінде ол, хуа деген ол тағы да. Бұны араб тілінде не дейді? Сияғы таукид дейді. Сол бір нәрсені қуаттау үшін, мағынасын күшейту үшін осындай сөздер келеді. Шын мәнінде Алла тағала мейірімді, рахымды, күнәларды кешіруші дейді. Аяттың жалғасында анибу иля раббикум, Раббыларыңа қайтыңдар деп жатыр. Зумар сүресінің 53-54 аяттарында. Демек, тәуба деген сөздің өзі қайту. Тәуба деген сөздің өзі қайту, Құдайға қайту. Тәба ятубу, Құдайға қайту. Өзі қайту деген сөз білесіздер. Мысалы, біз басқа қалаға барсақ, Алматыға қайтамыз. Неге? Өйткені Алматыда тұрамыз. Қаскелеңге қайтасыз. Енді басқа жаққа барамын деп айтасыз. Өзіңіз тұрмайтын жаққа барасыз. Ал үйіңізге қайтасыз. Мысалы, үйге қайтамын дейсіз. Астанаға қайтамын деп айтпайсыз, Астанаға барамын дейсіз. Демек, тәубе деген сөз қайту. Не үшін қайту? Өйткені негізінде, әсілінде сен Алланың жанында болуың керек. Алламен бірге болуың керек. Негізгі орның, сен негізгі отаның сол жер. Күнә істеген кезде сен Алланың жанынан кетіп қаласың. Тәубе қайтадан сол бұрын негізгі болуың керек болған жерге қайту. Алла тағала мына жерде анибу иля раббикум, енді Раббыларыңа қайтыңдар, тәубе етіңдер деп жатыр. Демек, инналлаха яғфиру зунуба жамиа. Алла тағала күнәлардың барлығын кешіреді. Алла тағала мейірімді, рахымды. Аллаға қайтсаң, тәубе етсең, Құдайдан кешірім сұрасаң. Және басқа бір аятта Алла тағала Алла тағала айтады, мен тәубе етіп, иман келтіріп, ізгі амал жасап, тура жолға түскендерге кешірімдімін, мейірімдімін, олардың күнәларын кешіремін дейді. Сол үшін де Имам Ғазали рахмаулла айтады. Егер тәубемен бірге күнәларының кешірілуін үміт етсе, ол дұрыс үміт етуші адам дейді. Ал енді күнәні аямай істеп жүріп, Құдайдың кешірімін үміт етіп жүретін болса, ол адам шайтанның азғыруына ерген, әлгі алдануына, шайтанның шубхасына кіріп кеткен адам дейді. Ол адамда не бар? Әлгі мағрур, яғни сол алдану деген дертке ұшыраған. Және екінші үміттің болу керек болған орны, бұл бір адамның иманы әлсіреп кетеді. Сөйтіп, тек қана парыздарды орындап жүреді. Парыздарды орындайды, нәпілдерді, сүннеттерді орындағысы келмейді. Сондай жерде ол нәпіл құлшылықтарды орындаған адамдарға Алла тағаланың қандай сауаптарды беретіндігін, мысалы хадисте келеді ғой, кім күніне қанша ракат, 12 ракат намаз оқитын болса, намаздың 12 ракат, мысалы таң намазында 2 ракат, бесінде 6 ракат, ақшамда 2 ракат, құптанда тағы 2 ракат. Сонымен қанша болады? 12 ракат болады. Кім 12 ракат намаз оқитын болса, Алла тағала оған жәннаттан үй тұрғызады. Сен сол сауаптарды үміт етуің керек. Сол сауаптарды үміт етіп, сол арқылы құлшылықты тағы да көбірек орындауға құлшынысың күшеюі керек. Сол жерде адамның тәубесі, үміт ететін орын сол жерде. Имам Ғазали рахмаулла айтады, сол үмітті күшейтіп, соның нәтижесінде құлшылықта сізде ширақтық болу керек. Ширақтық ояну керек. Сіз ұйықтап қалдыңыз, ширақтық емес, керісінше еріншектікке салынып қалған кезде, сондай Алла тағаланың сауаптарын үміт етсеңіз, Алла тағала қайтадан сізге құлшылықта ширақтық береді. Мысалы, Құранда Алла субханаху ва тағала айтады,
намаздарын хушуақпен оқитындар құтылды дейді. Хушуың кетіп бара жатса, мысалы сол аятты еске алып деген секілді. Сол үшін де біз енді демек үміт негізі екі жерде болу керек екен. Біріншісі тәубе еткіңіз келген кезде, екіншісі нәпіл құлшылықтар тастап қойған кезде қайтадан соған оралу үшін. Имам Ғазали рахмалла айтады, бұндай бірінші үміт бұл тәубенің жолын кесетін үмітсіздіктен сізді құтқарады дейді. Бірінші үміт. Алла тағала тәубе етсең күнәларың кешіреді деп үміт ету сізді тәубеге алып келеді. Тәубе етпеудің, тәубеге келмеудің жолын кеседі. Өйткені шайтан сізге тәубе етуіңізді қаламайды. Тәубенің жолын жапқысы келіп жатыр. Сол жерде сіз үміт етсеңіз, жоқ, Алла тағала барлық күнәларды кешіреді деп үміт еткен кезде тәубе етесіз. Сол үшін де Имам Ғазали рахмалла айтып жатыр, «Фарраджаул ауал яқмаул қунутал маниа минат тәубе». Әлгі күдер үзу сияқты дерттен құтқарады, ал ол дерт болса тәубе етуіңізге кедергі болады. Сондай дерттен сізді құтқарады. Сол үшін де имамдарымыздың айтатын сөз бар. Имамдарымыз айтады, әлгі Құранда, хадистерде Алла тағала кез келген күнәні кешіреді, Алла тағала ананы да кешіреді, мынаны да кешіреді деген сияқты сондай аяттар, хадистер бар ғой. Оны тәубе еткісі келген адамның көзімен оқу керек дейді. Сол кезде сіз оны дұрыс түсінесіз. Күнәсін ары қарай жалғастырғысы келген адамның көзімен оқымау керек дейді. Ондай көзбен оқитын болсаңыз адасасыз. Неге? Өйткені Алла тағала қарап отыратын болсақ, әрдайым өзінің мейірімді, рахымды екенін айтқан кезде, сонымен бірге иман, ізгі амал деген сөздерді бірге келтіреді. Одан кейін екінші үміт дейді, еріншектікті жеңетін үміт дейді. Демек дейді, соңында ереже, бұл жердегі ереже, فَكُلُّ تَوَقُّعٍ حَثَّ عَلَى تَوْبَةٍ أَوْ عَلَى تَشَمُّرٍ فِي الْعِبَادَةِ فَهُوَ رَجَاء. Тәубеге сізді қызықтырған, құлшылыққа қызықтырған үміт, әлгі ой пікір, сол дұрыс үміт дейді. Ал құлшылықтан тосатын, тәубеге асығуға кедергі болатын пікірлер ол үміт емес, ол алдану. Әлгі күнәһарлардың Құдай кешіреді, не қыламын, Құдай менің амалыма мұқтаж емес, Алла тағаланың мейірімі, рахымы кең, Алла тағала бұл дүниеге мейірімділіктің, рахымдылықтың 1% түсірген болса, 99% қияметке сақтап қойды. Ертең қияметте Алланың мейірімін, рахымын пенделер көреді деп, сонымен тәубе етпей жүретін адамдар бар. Имам Ғазали рахмалла айтып жатыр, тәубе етуге кедергі болатын, тәубені кешіктіретін, сізді керісінше еріншектікке апаратын кез келген ой пікір, ол дұрыс үміт емес дейді. Тәубеге сізді асықтырса, тәубеге қызықтырса, ізгі амалдарға, құлшылықтарға қызықтырса, кез келген пікір, сол дұрыс үміт ету дейді. Демек, үміт ету мен алданудың арасында осындай бір нәзік айырмашылық бар. Енді Алламен мәмілесінде алдануға түскен, шайтанның арбауына түсіп қалған адамдардың түрлерін Имам Ғазали рахматулла келтіреді. Ең бірінші кезекте олар әхлул айлм, білім иелері дейді. Одан кейін екіншісі құлшылықпен айналысып жүргендер дейді. Одан кейін үшіншісі дүниесін дін жолында сарып етіп жүрген байлар дейді. Олардың өзінде шайтан кейде алдайды екен бір жолдармен. Одан кейін сопылар дейді Имам Ғазали рахматулла. Сөйтіп олардың түрлерін және қалай олар алданады, шайтан қалай оларды алдайды, сол мәселелерді Имам Ғазали рахматулла баяндайды. Оны біз Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субхана тағала бәрімізге
пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын.